Халықты атып өлтірген Ресейдің Путиннің әскерін шақырған сатқын Тоқаев Қазақстан халқының ойбай жағдайын өзгертеміз деп жаңа конституция құрайық, жаңа конституция қабылдаймыз деп 15 наурызға референдум өтетіні жайында жария еткен болатын. Міне осыған орай біз Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы 15 наурыз күні барша Қазақстан бойынша митингіге шығуға шақырудамыз. 15 наурыз күні сағат 12:00-де сайлау учаскелеріне келіп, жоқ деп дауысыңызды беріп, бюллетенді былай гармошка ретінде жасап, осы гармошканы көбірек қылып көрсету керек, осы конституцияға адамдардың қарсы екенін көрсетуіміз керек. Одан кейін сағат 12:30-нан 1:30-ға дейін жиналу орындарында жиналамыз. Одан кейін 1:30-нан 2-ге дейін митинг орындарына барамыз. 2-де митинг Астанада Жастар сарайының алдында, Алматыда ескі алаңда, Шымкентте Шымкент Плаза сауда орталығының алдында, ол Аль-Фараби алаңының алдында, басқа қалаларда, облыс орталықтарында, облыс әкімдіктердің алдында, қалаларда қалалық әкімдіктердің алдында, аудандарда аудандық әкімдіктердің алдында.